Картина көркем галереяда қойылған, және осыған байланысты галерея түпнұсқа суретшімен байланысуға өте ынталы. Бірақ галерея ешбір байланысатын адамды таба алмайды. Біз ешқандай ақпарат ала алмаймыз, немесе суретшіден жауап ала алмаймыз. Сондықтан олар ақырында портретте бейнеленген адамға жүргізуші ретінде Мисоға жүгінуді ұйғарды. Галерея оған бұл жұмыстың авторы Ха Ун есімді әйел екенін хабарлайды. Галерея Мисо Ха Унмен жақын таныс болуы керек деп болжайды. Өйткені суретші біреуді жеке танымай ақ, мұндай күрделі бөлшектерде бейнелей алмас еді. Осыған байланысты галерея Мисоның оларға Ха Унмен байланысуға көмектесуін қалайды. Бірақ Мисо оларға мұны білмейтінін, Ха Унның кім екенін мүлде білмейтінін салқын түрде айтады, және галереяға көмектесе алмайтынын айтады. Иә, фильм дәл осы жерден басталады. 저희 관장님이 갤러리 전속 작가로 모시고 싶어 하는데 방법이 없어서요. 메일 보내드렸는데 답도 없으시고. 죄송한데 제가 도움드릴 수 있는 게 없네요. Үйге оралғанда, біз Мисудың Ха Унға тиесілі құпия блог ашқанын көреміз. Содан кейін фильм 1998 жылға ауыстырылады. Сол жылы Мисо мен Ха Унның достығы басталды. Ха Ун өз блогында екеуінің алғаш қалай танысқаны туралы оқиғаны егжей-тегжейлі айтып берді. Мисо сол жылы Сеулден келген студент аудармашы болды. Оның анасы Мисодан Чеджудо аралында оқуын жалғастыруды өтінді. Өйткені олардың отбасы сол кезде некелік жанжалда болған. Мисо жаңа қыз болғандықтан, оны мұғалім Ха Унның қасына отыруға шақырды. Өйткені оның жанындағы орын бос болып шықты. Бірақ белгісіз себептермен ол сөмкесін салған бойда Мисо қашып кетті. Ол барлық аяғынан жүгіріп шығып, жаңа ғана кірген сыныптан шығып кетті. Жаңа ғана куә болған нәрсесінен абдырап қалған Ха Ун Мисоның сөмкесін өзімен бірге алып, бірден Мисоның артынан қуды. Ақыры оны қуып жеткенде Ха Ун шошып кетті. Өйткені Мисо кенеттен шатырға жайғасып қалды. Мисо Ха Унға жоғарыға көтерілуін айтты. Оған қосыл. Бірақ Ха Ун батылы бармады. Өйткені ол биіктіктен қатты қорықты. Сондықтан Мисо оған жігерлендіретін сөздер айтты. Ол Ха Унға көзін жұмып, ол да келіп, Ха Унға көтерілуге көмектесетінін айтты. Ақырында төбеге шыққаннан кейін олар өздерін бір-бірімен таныстырды. Ха Ун оның есімі жазда қос жолы галактикасын білдіретінін айтты. Ал ол Мисо есімін күлімсіреу деп түсіндірді. Бірақ Мисо өзінің толығы аты жөнін ашты. Бұл шын мәнінде ешқашан күлмейді дегенді білдіреді. Бұл ақымақ деталь екеуінде күлдірді. Сол күні жаңбыр жауғанын байқамай, үйге қарай бет алу үшін баспана іздеп тез қашып кетті. Жолда олар жаңбырдың астында суланған Котенканы байқады. Олар оны аяп, Котенканы үйіне апарып, оған күтім жасауға келісті. Олар үйге келгенде Ха Унның анасы қызын көріп шошып кетті. Ол жіпке дейін суланып қалды. Осыған байланысты анасы бірден екеуіне ваннаға түсіп, киімдерін ауыстыруды бұйырды. 근데 왜? 몰라? 이거 하면 안 답답해? 난 커서도 이런 거 안 할 거야. Шомылғаннан кейін олар кешкі асқа отырды. Бірге Ха Ун сәбізді ұнатпайтыны анық болды. Оның әкесі Ха Ун оған бәрібір сәбіз жеуін айтты. Өйткені тамақ ешқашан босқа кетпеу керек. Мұны көргенде брокколиді ұнатпайтыны белгілі болған Мисо брокколиді бір жаққа қойып, оны байқамай Ха Ун сәбізімен алмастырды. Міне, олар бір-бірін толықтырды. Сол күні олар бір-біріне деген қамқорлықты сезінді. Ал Ха Ун отбасында Мисоның сол кеште сезінген жылуы пайда болды. Олар түннің бір уағында есін жиып үлгермей жатып, Мисоның анасы оны үйіне алып кетуге келді. Қайтар жолда көлікте Мисоның анасы оны сол күні мектептен абайсызда қашып кетпеу керек деп ұрсып тастады. Мисо қорқып кеткенін және өзінің ескі мектебіне үйреніп қалғанын айтты. Мисо ренжіді, өйткені ол үнемі мектепті ауыстыруға мәжбүр болды, және мұның бәрі оның отбасының отбасылық мәселелеріне байланысты болды. Қатты уайымдады. Ақырында сол кезде Мисоның анасы Мисоны енді ешқашан басқа мектепке ауыстырмаймын деп уәде берді. Келесі күні Мисо Ха Унның үйіне ойнауға жүгірді. Олар алдыңғы күні түстен кейін тауып алған Котенканың суретін салды. Ха Ун мысықтың анатомиясын керемет дәлдікпен жеткізе отырып, оны керемет түрде бояды. Мисо керісінше өзінің қиялы мен шығармашылығына толы дудлдармен сурет салды. Күн өткен сайын екеуі бірге бақытты уақыт өткізіп жатты. Бір күнге дейін Мисоның анасы кенеттен оны жалғыз қалдыруға шешім қабылдады. Осыған байланысты Мисо Ха Уна отбасының қамқорлығында қалуға мәжбүр болды. Бірақ бір қызығы,
Мизо анасының тастап кеткеніне мүлде қайғырмады. Өйткені ол осы уақыт бойы анасының қасында жүргенде өзін қатты күйзеліске ұшыратты. Оның өз проблемалары өте көп болды. Мисо Ха Юнға олар бұдан былай ешқашан ажыраспайтынын айтты. Мисо анасымен бірге тұрғаннан гөрі Ха Юнмен бірге тұрғанды жөн көретінін айтты. Өйткені Мисо Ха Юнмен бірге болған кезде оның өмірі әлдеқайда тыныш болғанын сезді. Сол күннен бастап олардың достығы одан сайын нығайып, үзілмейтін болды. Уақыт өте келе олар орта мектепте жасөспірім болды. Мизо бір кездері сабақта сурет салумен айналысқан, бірақ жалығып кеткендіктен ол жасырын түрде Ха Унға хабарлама жіберген. Ол Ха Унды мектепті тастап, сол күні аркада ойындарын ойнауға шақырды. Мектепті бітіретін уақыт әлі келмегендіктен Ха Вун іші ауырып тұрғандай кейіп танытып, мұғалімінен үйіне қайтуға рұқсат сұрады. Оның бейкүнә мінез құлқына байланысты Ха Вунға ақыры кетуге рұқсат берілді. Ақырында екеуі жасырынып, ойын автоматтарына дейін жетті. Онда олар памп, итап, би ойынын соншалықты ептілікпен және жігерлі түрде өткізді. Сондықтан көрермендер оларды тамашалауға қуанышты болды. Олар жеткілікті ойнағаннан кейін құлақтарын тесетін дүкенге барды. Онда Мисо Ха Унды да құлағын тесуге көндірді. Өйткені олар қазірдің өзінде жасөспірім еді және стильді көрінуі керек еді. Мисо Ха Вунның шешімін күшейтіп, оған құлағын тесу тек қысқа мерзімді ауырсынумен бірге жүретінін айтты. Ха Вун өзінің шешімін күшейтті және бірнеше минуттан кейін оның құлағы тесілді. Бірақ бұл арада Мисо кездейсоқ дүкенде сатылып жатқан кейбір тауарларды сындырып алып, дүкен иесін ашуландырды. Мисо жүрегінде бұзық бала болғандықтан ол сол кезде ол мұны жасамағанын айтып, оны жоққа шығарды. Әрине, бұл Мисоның қатты ашулануына себеп болды. Мен дүкен иесімен ұрысып қалдым. Ақырында Мисо батылдықпен Ха Вунды ұстап алып, жүгіруге асықты. Бақытымызға орай, екеуі дүкен иесінің ізіне түсуден қашып құтылды. Ақырында екеуі де алға шықты. Өйткені олар құлағын тесу қызметі үшін де, Мисоны бүлдірген тауар үшін де ақша төлемеді. Екеуі Ха Унның үйінде кешкі ас ішіп отырды. Ол кезде Мисо толық емес жұмыс күнін тауып үлгерді. Сондықтан ол жұмысшылар жатақханасында тұрып, тәуелсіз болуды үйрене бастады. Кешкі астан кейін Мисо Ха Унды жатақханасында түнеуге шақырды. Онда Ха Ун көптеген керемет дерексіз туындыларды көрді. Олар демалып, Мисоның сүйікті әндерін тамашалап жатқанда, Мисоның салған суретін қараңыз. Келесі күні Мисо Ха Унды оятып, оны ашық теңізге қарайтын бос курорт ғимаратына апарды. Белгілі болғандай, сол жерде Мисо туған күніне арналған тортты жасырын түрде Ха Ун сыйламақ болған тосын сый ретінде дайындаған. Ха Ун, Мисо оған бір-екі әдемі сырға сыйлады. Әрине, Ха Ун қатты қуанып, қатты әсер етті. Осыдан кейін екеуі бірге отырып, болашақтағы армандары туралы әңгімелесті. Мисо оның арманы бүкіл әлем бойынша саяхаттау екенін және Ха Унаны осы шытырман оқиғаға өзімен бірге алып кеткісі келетінін айтты. Ха Ун бізбен бірге келе алмайтынын айтты, өйткені ол биіктіктен қорқады және ұшақпен ұша алмайды. Мисо Ха Унды тағы бір рет тыныштандырды. Оның орнына екеуі бүкіл әлем бойынша кемемен саяхаттай алатынын және екеуі ұшақпен саяхатқа, шытырман оқиғаларға бара алатынын, сонымен бірге жолда сурет салу дағдыларын дамыта алатынын айтты. Сол кеште олардың әңгімесі шынымен тереңдей түсті. Дәл сол кезде Ха Вун ақыры ашуға батылдық танытып, олардың мектебіндегі танымал балаға ғашық екенін мойындады. Ол тіпті баланың бетін жиі жасырын түрде бояды. Өйткені оның көздері шынымен әдемі екеніне сенді. Ха Вун деп аталатын баланың есімі құлаған. Себебі оның есімі Джин Ву болатын. Ол сол күні мойындағаннан бері Мисо өте қамқор жақын дос ретінде Ха Унға Джин Вумен байланыс орнатуға көмектескісі келді. Осыған байланысты Мисо Джин Вуды қайда барса да жасырын түрде қадағалай бастады. Әрі қарай көмектесуге ниет білдіріп, бір күні Мисо батылдық танытып, батылдықпен Джин Вумен тікелей кездесуге барды. Сол жерде Мисо Джин Вуға бәрін білетін адам сияқты әрекет етіп, егер Джин Ву шынымен біреуге ғашық болса, ол жай ғана жақсырақ екенін айтты. Өз сезімдеріңізді ашық мойындаңыз. Иә, сол кезде Мисо Джин Ву да Ха Вунға ғашық болды деп ойлады. Келесі күні Джин Ву Ха Вунмен топтық кездесуде кездесті. Онда олар
тоқта деп аталатын ойын ойнады. Егер сен көрсеткен адам сені ұнатса, сен жай ғана тоқта деп айтасың. Содан кейін екеуің кездесуге бара аласыңдар. Ойын басталды. Ха-Вун Джинваны нұсқады. Ал Джинву тоқта деді. Содан кейін олар кездесуге барға қарай бет алды. Барда Ха-Вун Джинвудың бетін бояғысы келетінін айтты. Ал Джинву оған мұны істеуге рұқсат бере ме? Ха-Вун өзінің ең жақын досы Мизоның оған айтқан сөздерін есіне алды. Ол, егер сізге біреу ұнаса, оны тікелей айтуыңыз керек, деді. Дәл осы себепті Ха-Вун оған өзінің сезімін батыл мойындап, Джинвуды ұнататынын айтты. 누굴 좋아하면 용기 내야 된대. 나 용기 내서 말하는. Содан кейін көрініс алдыңғыға ауысады. Бүгінге оралайық. Бұл Мисоның қазір пәтерде жайлы өмір сүріп жатқанын және оның ана атанғанын көрсетеді. Суреттерде оның кішкентай қызға қалай қарайтыны көрсетілген. Ол ұйықтап қалғанша баласымен бірге болғаннан кейін Мисо ноутбугын қайта ашып, Хеннің блогын оқуды жалғастырады. Содан кейін фильм өткенге оралады. Онда Ха-Вун мен Джин-Ву ресми түрде жұп болды. Сол жерде екеуі Мисо жұмыс істейтін барға барды. Мисо Джин-Ву мен жалғыз қалған сәт болды. Мисо Джин-Вуға Ха-Вунды ұнатуының себебі неде деп сұрады. Мисо бірден Джин-Вудың жауабы тым жалпылама екенін айтты және ол солай деп шешті. Бұл адамды шынымен жақсы танымайтын адам берген ақымақ жауап. Содан кейін Мисо Ха-Вун күліп тұрған кезде оның көзінен алдыңғы екі тісіне дейін Ха-Вунды қаншалықты жақсы көретінін егжей-тегжейлі айтып берді. Осыдан біз Мисо Ха-Вунды шынымен жақсы білетінін түсіндік. Джин-Ву мұны білмеді. Осы әңгімеден кейін Мисо сахнаға ән айтуға шақырылды. Оның Мисомен бұрынғы әңгімесінен және Мисоның өнерін тамашалағанынан Джин-Ву Мисоның еркін мінезіне тәнті болып, сезімге бөлене бастағаны анық болды. Бірнеше күннен кейін үшеуі демалысқа шығып, жағажайға баруды шешті. Сол жерде олардың жағажайда көңілді әзілдесіп, бірге кеспе жеп жатқанын көрді. Жағажайда тойып болған соң, олар үңгірге қарай жорыққа шықты. Ал жолда, өкінішке орай, Ха-Вун аяғын жарақаттап алды. Бұл оның саяхатын жалғастыра алмауына себеп болды. Бірақ Ха-Вун Мисо мен Джин-Ву үңгірге қарай жүре алатынын және ол осында күтетінін айтты. Әрине, бастапқыда Мисо мен Джин-Ву Ха-Вунды жалғыз қалдыруға жүректері жетпеді. Бірақ Ха-Вун талап еткендіктен және бұл оның өтініші болғандықтан Мисо мен Джин-Ву ақыры жолын жалғастырды. 나 대학 꼭 붙게 해봐. 빨리 갔다 와. Мисо мен Джин-Ву ақыры үңгірге жетті. Олардың екеуі ғана болды және атмосфера өте тыныш болды. Содан кейін Мисо Джин-Ву үнемі тағып жүретін алқа туралы сұрады. Джин-Ву бұл алқаның оның сәттілік, сүйкімділік екенін түсіндірді. Өйткені ол кішкентай кезінде өліп қала жаздады. Бірақ осы алқаның арқасында ол құтқарылды. Сондықтан Джин-Ву бұл алқаны бала кезінен осы уақытқа дейін тағып келген. Содан кейін Джин-Ву алқаны шешіп, Мисоның мойнына тағып алды. Бұл кезде атмосфера өте жақын және романтикалық болды. Мисоға деген терең сезімін шынымен сезіне бастаған Джин-Ву ақыры батылдық танытып, Мисоны сүюге жақындады. Бірақ Мисо Джин-Вудың өзінің ең жақын досының жігіті екенін біліп, одан жалтарып кетіп қалды да Джин-Вуды артта қалдырды. Жағдай одан сайын шиеленісе түсті. Өйткені белгілі болғандай, Ха-Вун ақсап, олардың қасына барып, үңгірдің кіреберісінде екеуін де қуып жетіп үлгерген. Әрине, ол жерде Ха-Вунды көргенде Мисо өзін жайсыз сезініп, немқұрайлы әрекет ете бастады. Содан кейін ол асығыс түрде олардың барлығына үйлеріне қайтуды ұсынды. Мисо көшуге шешім қабылдағанға дейін біраз уақыт өтті. Сеулге кет. Сол жерде ол жұмыс тауып, армандарын жүзеге асыруды көздеді. Әрине, бұл күн Мисо үшін де, Ха-Вун үшін де қайғылы болды. Өйткені соңында екеуі де өз армандарын жүзеге асыру үшін ажырасуға мәжбүр болды. Мисо портта Ха-Вунмен қоштасып жатқанда, Ха-Вун жылай бастады. Ол Мисодан кетпеуін және Чеджудоға қайтып, оралуын өтінді. Өйткені шындық олардың достығы керемет берік болды. Ал Ха-Вун Мисомен мүлде ажырасқысы келмеді. Бірақ олар тағы не істей алар еді? Бұл екеуі бөлек жолдармен жүруге мәжбүр болған өмір. Осыған байланысты Ха-Вун Мисодан бөлінуімен келісуге мәжбүр болды. Ақырында олар қоштасты. Бірақ Мисо шынымен кемеге отырар алдында Ха-Вун кездейсоқ Мисоның киімінің астына Джин-Ву тұмары бар алқа тағып жүргенін байқады. Әрине, дәл осы сәтте Ха-Вунда ашу мен қызғаныш сезімі пайда болды. Ол бұрын Мисоны үңгірде Джин-Вумен жалғыз көргендіктен, Ха-Вун бірден Мисоның артында Джин-Вумен жасырын түрде қарым қатынаста болуы мүмкін деген ең нашар қорытындыға келді.
Бірнеше жыл өтті. Мисо мен Хавун енді ешқашан кездеспеді. Олар бір-біріне өмірлері туралы айтып, хат жазу арқылы ғана байланыста болды. Осы уақытқа дейін Хавун университетке оқытушы болу үшін оқуға түсті. Өйткені ол әкесінің өсиетін орындады. Бұл арада Мисо төбеде түсіріп жатқан кішкентай бейшара бөлмеде тұрды. Бірақ оның әдемі көрінісі бар еді. Оның үстіне Мисо қазірде оқуын жалғастыруға тырысып, барда даяшы болып жұмыс істеді. Ол сурет салуға маманданған. Оқу барысында Мисо абстрактілі өнерге мүлдем ерекше көзқарасқа ие болды. Осыған байланысты Мисоға қызығушылық танытып, университетте оқып жүргенде оның тәлімгері болған профессор табылды. Бұл арада өнерді оқымаған Ха-ун кескіндеме әлеміне деген сүйіспеншілігінен айырыла алмайтынын түсінді. Осыған байланысты Ха-ун жасырын түрде сурет салуды жалғастырды. Және солай болды. Осы уақытқа дейін Ха-ун әлі де күйінде болды. Джин-ву мен тұрақты қарым-қатынас. Олар ешқашан жеке кездеспегендіктен, Мисо мен Ха-ун арасындағы қарым-қатынас тек күшейе түсті. Олар барған сайын алыстап бара жатты. Бір күні Мисо Ха-унға жауап беруді және оған хат жазуды тоқтатуға шешім қабылдағанға дейін. Бұл шын мәнінде Мисо өз хаттарын жазған сайын ол әрқашан өз тарихы туралы өтірік айтатындықтан болды. Өйткені шындық сол кездегі Мисоның өмірі өте қиын болды. Ауыр, сынған және қатал. Оның ақшасы таусылып, тақ жұмыс істеуге тура келді. Осыған байланысты Мисо шындықты айтқысы келмеді. Және ол Ха-унның алдында оның өмірі қазір күйреп кеткені үшін қатты ұялды. Осы мақтаныштың арқасында Мисо хат жазуды тоқтатуға шешім қабылдады. 여행은 잘하고 있어? 난 가끔 혼자 상상하곤 해. 네가 보고 있는 세상은 어떤 풍경일지, 네가 그리고 있는 그림은 어떤 그림일지. 대학에 가면 네가 사는 서울집도 가보고 싶었는데 결국 가보지 못했네. Бірнеше жылдан кейін Мисо Ха-унмен қарым-қатынасын үзгені үшін өзін кінәлі сезініп, ақыры бір күні үйіне оралып, Чеджудодағы үйінде Ха-унға баруды шешті. Ол Мисоны көргенде Ха-ун оны бірден құшақтап алды. Өйткені олар көптен бері бір-бірін көрмегендіктен, бір-бірін ұзақ уақыт бойы көрмеді. Осылайша олар бір-біріне деген сағыныштарынан арылды. Содан кейін олар Ха-ун және оның ата-анасымен бірге мисо жеді. Мисо соңғы бірнеше жылдағы ертегілерді айтып берді. Ол бүкіл әлем бойынша Еуропадан басқа жерлерге сәтті саяхаттағандай болды. Мисо да Ха-ун мен оның ата-анасына кәдесыйлар сыйлауды ұмытпады. Келесі күні екеуі бірге Пусан қаласына саяхатқа аттанды. Сол күні олар түн батқанша күні бойы қаланың сұлулығын тамашалады. Алдымен Мисо Ха-унды шағын, арзан мотель бөлмесінде тұруға шақырды. Бірақ бала кезінен жайлы және тәртіпті өмір сүрген Ха-ун мұндай бейшара жерде ұйықтай алмады. Ха-ун екеуіне лайықты қонақ үйде тұруды ұсынды. Мисо бағаның өте жоғары екенін және Мисо әрқашан қарапайым ауқатты адам болғанын, сондықтан ол ақшаға өте мұқият болғанын айтты. Бірақ Ха-ун оған ақшаны өзі төлейтінін айтып, уайымдамауын айтты. Олар қонақ үй бөлмесіне жеткенде Ха-ун кездейсоқ Мисоның сөмкесінен Джин-вуға сыйға тартылған алқаны тауып алды. Белгілі болғандай, Мисо оны әлі күнге дейін өзімен бірге алып жүреді. Әрине, бұл Ха-унның қайта өршуіне себеп болды. Бірақ ол оны жасыруға және оны елемеуге тырысты. Одан кейін екеуі кешкі асты бірге ішті. Тамақ ішіп отырғанда Ха-ун екеуін тағы да өте сәнді мейрамханаға апарды. Мисо өзін сенімсіз сезініп, Ха-унға мұндай қымбат тағамды төлеуге ақшасы жоқ екенін және олардың кәдімгі мейрамханаға барғаны дұрыс екенін айтты. Бірақ Ха-ун оны тағы да тыныштандырып, Мисоны осылай емдейтін адам екенін айтты. Уақыт келді. Сол жерде Мисо бір топ ауқатты, салақ жігіттерді байқады. Мисо бірден олардың қасына барып, флирт жасай бастады. Өйткені Мисо олардан тегін сусын алғысы келді. Мисо осы жабайы трюкті жасағаннан кейін, ол Ха-унға үстеліне қайта оралды. Ол күліп, тегін сусын алып үлгергенін айтты. Бірақ Ха-унға Мисоның істегені қатты ұнамағаны анық болды. Ха-ун оны Мисо қаласа, Мисоға сусын сатып алар едім деп ұрсады. Мисоға соншалықты арзан нәрсе жасаудың қажеті жоқ еді. Әрине, бұл сөгісті естігенде Мисо да эмоцияға беріліп кетті. Өйткені ол өзін масқара сезінді. Мисо бірден жауап қайтарып, Мисоның осы уақыт бойы осылай аман қалғанын айтты. Мисо ол әлі Ха-ун сияқты көптеген артықшылықтар мен ақшаға ие болған бақытты адам емес екенін айтты. Осы уақыт ішінде ол кедейлікте өмір сүрді және ақша алу үшін бәрін жасауға дайын болды. Олар қызу дауласа бастады. Кенет Джин-ву Ха-унның телефонына қоңырау шалды.
Осы кезде қызғанышын осы уақытқа дейін жасырып келген Ха Вун ақыры эмоцияға ерік берді. Оның айтуынша, Мисо өзінің ең жақын досының жігітімен қарым-қатынаста болуға батылдық танытқаны үшін өзін кінәлі сезіну керек. Әрине, бұл айыптаумен екеуі де бір-біріне ашуланды. Иә, бастапқыда олардың достығын қалпына келтіру үшін жағымды сәт болатын күн. Шын мәнінде, олардың ең жақсы достар ретінде бөліскен байланысын шынымен бұзумен аяқталды. 찔리는 거 있어? 내가 기운이 떨어서 서울 간다고 했을 때 너 겉으로는 울고불고 난리쳤어도 속으로는 기뻐했잖아. 아니야? Содан кейін фильм бірнеше жылдан кейін қойылады. Мисо қазір кеңседе қоғаммен байланыс жөніндегі менеджер болып жұмыс істеп, жайлы, өлшенген өмір сүруде. Бір күні мүлдем кездейсоқ және мүлдем күтпеген жерден Мисо кенеттен Сеул көшелерінде Джин Вумен соқтығысып қалды. Олар бір-бірін көптен бері көрмегендіктен ақыры бірге кешкі ас ішуді ұйғарды. Джин Ву оның қазір Сеулде болуының себебін оның медициналық резидентураға емтихан тапсыруы деп түсіндірді. Мисо сонымен бірге оның өмірі қазір әлдеқайда жақсарғанын айтты. Ол жайлы өмір сүрді. Енді Мисоның да жігіті бар. Белгілі болғандай, бұл жігіт өзінің жеке бастығы болған және жоспар бойынша, егер оның жігітінің бизнесі сәтті болса, ол келесі жылы көшіп келіп, жігітімен бірге Канадаға қоныстанады. Екеуі көп нәрсе туралы әңгімелесіп, екеуі де болып жатқан оқиғаларға құмар болды. Мисоның жігіті оған қоңырау шалғанда, ол оның қоңырауын елемеді. Өйткені ол Джин Вумен сөйлесуге өте ыңғайлы болды. Ақырында олар да ажырасуға мәжбүр болды. Олар ажыраспас бұрын Джин Ву келесі жылы Ха Вунға үйленуді жоспарлап отырғанын айтты. Ал Джин Ву Мисодан олардың үйлену тойына келуін өтінді. Бірақ Мисо мүмкін емес деп ақырын бас тартты. Өйткені Мисо келесі жылы Канадада болуы мүмкін. Кеңсесіне қайтып бара жатқанда Мисо шошып кетті. Себебі ғимараттың айналасы оған қарай бет алған жедел жәрдем көліктеріне толып кетті. Мисо не болғанын тексеру үшін дереу жолға шықты. Белгілі болғандай, Мисоның жігіті сол күні өз өмірін қиды. Өмірмен. Әрине, мұны көрген Мисо қатты қайғырып, шошып кетті және болған оқиғаға сене алмады. Белгілі болғандай, Джин Ву да сол көпшіліктің арасында болды және оның соңынан ерді. Джин Ву бірден Мисоны құшақтап, оның құшағына жылап жібергенде оны тыныштандыруға тырысты. Ол ашулана бастады. Мисо өзінің қайғысы туралы айта бастады. Осы уақыт ішінде жігіті қиналып, оның компаниясы банкротқа ұшырады. Оның жігіті Мисоның табысы мен жинағының көп бөлігін жұмсады. Ақырында, оның жігіті қарызының адам төзгісіз ауыртпалығынан жаншылып, өз өмірін қиды. Ақырында, Мисоға қатты өкінген Джин Ву Мисо тыныштық табуы үшін оны өзімен бірге алып, пәтеріне уақытша орналастыруды ұйғарды. Екінші жағынан, Мисоның жігіті қайтыс болды деп хабарланған Ха Вун бірден Сеулге қарай жүгірді және ол Мисоны оның өмірі толығымен жойылғандай күйде көрді. Бірақ, әрине, сол кезде жағдай өте ретсіз болды. Ха Вун Мисоға одан бетер ашуланды. Өйткені Мисо осындай тағы уақытта Джин Вудың үйінде қонақта болды. Осы кезде Ха Вун тағы да өз ойларын бір түрлі бағытқа бұруға мүмкіндік берді. Оның Мисо мен Джин Ву арасындағы заңсыз қарым-қатынас туралы ойлары пайда болды. Олар тағы да жан түршігерлік жанжалдасып қалды. Ха Вун жылап, қатыгез бірдеңе айтты. Шындық мынада, осы уақыт ішінде ешкім Мисоны шынымен жақсы көрмеген. Мисоны тастап, оны тастап кеткен анасынан бастап, содан кейін өз өмірін қиған және оны тастап кеткен жігіті, тіпті оны сүймеген Джин Вуда. Бұл дүниеде Мисоны шын сүйетін жалғыз адам, оның ең жақын досы Ха Вун болды. Бірақ мен Ха Вунның шынайы сезімдерін Мисо абайсызда ысырап еткендей сезіндім. Өйткені Мисо оның орнына Ха Вун жігітімен қарым-қатынаста болып, оған опасыздық жасады. Мисо әбден күйзеліп, бірден көзіне жас алып, Ха Вун кешірім сұрай бастады. Бұл Ха Вун жасаған барлық нәрсе екенін түсіндірді. Ойлау таза түсінбеушілік болды. Мисо үнемі тағып жүретін алқадан бастап, бұл Мисо оны Джин Вуға деген терең сезімі үшін емес, сәттілік, сүйкімділігі деп ойлағандықтан ғана болды. Олар орта мектепте оқып жүргенде және Ха Вун Мисоның үңгірде Джин Вуды сүйіп жатқанын көргенде, шындық мынада, бұл ешқашан болған емес. Өйткені Мисо бірден жалтарып, сол кезде бас тартты. Өйткені ол өзінің ең жақын досына опасыздық жасағысы келмеді. Шын мәнінде, осы уақыт ішінде тереңірек сезімге ие болған жалғыз ақымақ Джин Ву болды.
너랑 잤어? 아니야. 나 아니야. 근데 우리 왜 이렇게 된 거야? Бұл ауыр оқиғадан бері бірнеше ай өтті. Енді Джин Ву мектепті сәтті бітіріп, нағыз дәрігер болды және ол Ха Вунға үйленуге шешім қабылдады. Қазір екеуі Сеулде бір үйде тұрып, бақытты өмір сүріп жатқан көрінеді. Бірақ үйлену күні келмес бұрын, Ха Вун кенеттен Джин Вуға шынын айтқанда, ол мұны қаламайтынын айтты. Мұғалім болу, оны ата-анасы мәжбүрлеген және Джин Ву да қалаған нәрсе. Керісінше, ол суретші болу арманын жүзеге асыру үшін еркін болғысы келді. Джин Ву әрқашан ережелерді қатаң сақтай отырып, оны кемсітіп, сурет салу болашақ мансап емес, хобби екенін айтты. Әрине, бұл сөздер Ха Вунды қатты қайғырып, күйзеліске ұшыратты. Өйткені Ха Вун осы уақыт бойы өзінің ең жақын адамдарының тілектерін орындайтын мойынсұнғыш қуыршақ сияқты өмір сүріп жатқанын сезінді және оның арманын ешкім ешқашан қолдамады. Бұл жолы ол өзі қалаған нәрсеге қол жеткізгісі келді. Ақырында олардың үйлену күні келді. Бірақ сол күні Ха Вунның кенеттен үйлену залынан қашуға бел буғаны таң қалдырады. Ха Вун үйлену тойынан бас тартып, Джин Вуды артта қалдырып, анасымен қоштасып, ол еркін өмір сүргісі келетінін және әрқашан армандаған нәрсеге ұмтылғысы келетінін айтты. Осыдан кейін Ха Вун қашып, Сеулге қоныстанды. Ол Мисоны іздеуге кетті. Шындық мынада, осы уақыт ішінде Ха Вун қатты қызғанышпен өмір сүрді және Мисо сияқты еркін және тәуелсіз өмір сүргісі келді. Осыған байланысты Ха Вун бұрын Мисоға тиесілі шағын, тозығы жеткен бөлмеге қоныстануға шешім қабылдады. Ал енді Ха Вун өзінің суретіне көбірек көңіл бөліп, бақытты болды. Содан кейін фильмнің басындағыдай бүгінге қайта оралады. Фильм өнер галереясының иесінен бастап Джин Вуға дейін барлығы Ха Вунды іздейді. Сол күні Джин Ву ақыры Мисоның ізіне түсіп, оны пәтерінде кездестірді. Ол да Ха Вунның тұрған жерін іздеп жүр. Өйткені үйлену күнінен бастап Ха Вун Джин Вудан қашып кетті және басқа хабар жібермеді. Ал Джин Ву әрқашан Мисоның Ха Вунның ең жақын досы екенін білетін. Сондықтан Мисо Ха Вунның қайда екенін білетін шығар. Бірақ бір қызығы, Мисо салқын қандылық танытып, Ха Вунның қазір қайда екенін білмейтінін айтты. Олардың әңгімесінің ортасында кенеттен Мисоға кішкентай қыз келіп, оны мама деп атады. Осылай деп сұрады Джин Ву абдырап. Бұл кімнің баласы? Содан кейін Мисо баланың Джин Ву мен Ха Вунның қызы екені белгілі болды. Бұл шындықты білгеннен кейін Джин Ву әрине қатты таңғалды және ол Ха Вунмен байланысқысы келетінін өтінді. Ол Мисодан Ха Вунның байланыс ақпаратын беруін өтінді. Бірақ Мисо Ха Вунның Ха Вунмен байланысқысы келмейтінін, немесе оны көргісі келмейтінін қатты талап еткенін айтты. Джин Ву енді ешқашан қайталанбайды. Ал Мисо Джин Вудан енді Ха Вунды іздемеуін өтінді. Ха Вун шынымен де баланы тәрбиелеуді Мисоға сеніп тапсырды. Ақырында Джин Ву ештеңе істей алмай жеңіліп қалды. Не болса да, ол өкінішпен үйіне қайтуды шешті. Содан кейін терең жүректі ауыртатын сюжеттік бұрылыс ашылады. Мисоның әрқашан барлығына Ха Вунның қайда екенін білмейтінін айтуының себебі Ха Вунның қайтыс болғаны белгілі болды. Әсіресе ол қатты қиналған кезде, босану кезінде қан кете бастады. Ха Вун оған көп уақыт қалмағанын түсінгендіктен және Джин Вудың Мисоны көбірек жақсы көретінін білгендіктен Ха Вун соңғы демін шығарып, оған сенім артты. Оның баласын Мисо өмірінің соңына дейін тәрбиелейтін болады. Бірақ Мисо Джин Вумен ертерек кездескенде, Мисо бұл ашы шындықты айтқысы келмеді және оның бәрін әдейі жасырды. Осыған байланысты Мисо өтірік айтты және Джин Ву мен басқалардың тірі қалуы үшін Ха Вунның шынымен қайтыс болғанын ашпады. Ха Вунды бір жерде еркін және бақытты өмір сүретін адам ретінде есте сақта. Ал фильмнің басындағы гиперреалистік картинаның құпиясына келетін болсақ, бұл Ха Вун салған соңғы эскиз болды. Содан кейін оны Мисо жалғастырып, тамаша аяқтады. Оны шедеврге, қорытпаға айналдыру. Екі жан туралы. Бұл нағыз, ажырамас, ең жақсы достар. Иә, көз жасыңды төгетін фильмнің бұл абсолютті шедеврі осылай аяқталады. Көргеніңіз үшін рахмет. Майлықтарды дайындаңыз және келесі бейнемізді көруді ұмытпаңыз.